Вот то большое здание, я там работаю. Момент, когда потерял сознание, я его не помню просто. Как будто все отключилось. Пациент Абдулин Тимур 23 жаста. Біздің Текелі қалалық ауруханасына жедел жәрдем арқылы жеткізіледі. Өте ауыр кома, ессіз жағдайда. Мен бір өзім шығара алмайтын едім. Полицейлерге көмек берді. Скорый келгенге дейін жаңағы полицейлер бірінші жәрдемін жасады. Менің тәжірибемде бұл жағдай бірінші рет. Я работаю в зоне отдыха Житсу Резорт поваром. Мне нужна была подработка. Я договорился на подработку покрасить емкость. Около 2-3 часов я красил. Момент, когда потерял сознание, я его не помню просто. Как будто все отключилось. Житсу Резорт алдымен жерде істеп кеткенмін. Пандемик күні олар жұмыс жасамайтын күн еді. Танысым машинасы неғып тұр екен деп хабар алайын деп есіктерін тартып көрдім, аша алмадым. Воротасының есігін. Кейін телефон соқтым. Телефон түсіп тұр, жауап бермеді. 5 рет телефон соқтым, 5-еуіне де жауап бермеді. Сосын іздей бастадым. Тимур деп атын айқайлап едім, жауап бермеді. Кейін 1-2 ступеньге түсіп көріп едім. Ішінде емкість бар екен, су қоймасы жиналатын. Соның ішінде жатыр екен, дем алмай. 19:30 шамасында қызмет атқару барысында Текелі қаласы Әуезов көшесінің бойында бейтаныс азамат кездестіріп қалып, ол кісі бізді тоқтатып, көмек сұрады. Оқиға орнына дереу келген кезде қойманың ішінде жас бала есінен танып жатты. Айналасында бояу төгілген болды. Удың иісі шығып тұр. Кіргенде адам есінен танып жатып, аузынан көбік ағып, алғашқы медициналық көмек көрсетіп, массаж жасап көмектесті. Химиялық заттың ағзаға әсерінен ең алдымен адам ес-түссіз жағдайға түсіп, ес-түссіз жағдайдан кейін адам жүрегі де тоқтауы мүмкін. Яғни орталық жүйке жүйесі қызметі бұзылған кезде адам тыныс алуы, жүрек қан тамыр жүйесі функциясы бұзылады. Алғашқы көмек дұрыс жасалмайтын болса, яғни біз пациентті жоғалтып аламыз. Бұл жағдайда айта кету керек, полиция қызметкерлерінің алғашқы көмек көрсетуі өте жоғары деңгейде. Соның арқасында жас баланың өмірі сақталынды. Бұлай қараған кезде бұл да бір героизм негізі. Мойындау керек, өте жоғары деңгейде көрсетілген. Жаңа видеода көрдік, медицина қызметкерлері атынан сол полиция қызметкерлеріне үлкен шексіз алғыс айтамыз. Я их до этого не знал. Они всегда только тут патрулируют. А я в другом месте живу, на первом кордоне. Но сейчас я вот с ними познакомился. Так, общение мы поддерживаем. Я им благодарен.